Сәлем, менің есімім Тамелия, менің бүгінгі блогым нан мен пиццаға арналған қамыр туралы болады. Мен пицца және нанға арналған рецепттердің көбісін қолданып көрдім, бірақ олар маған ұнаған жоқ. Мен бүгін сіздермен өз рецептіммен бөлісетін боламын. Әрі жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен нанға жоғары сұрыптағы ұн қажет, және жылы сүт, май, 2 жұмыртқа, ашытқы, қант, тұз, ұн қажет. Осыларды жақсылап араластырамыз. Ашытқы көп салып жібермеңіз, және де аз салып жібермеңіз. Көзбен өлшеп салсаңыздар болады. Және де жақсылап араластырып, ішінде ешқандай комок қалмағандай, осылай жақсылап араластырамыз. Қамырды жақсылап араластырған жағдайда қамыр жақсылап көтеріліп, және де ішінде комоксыз барлығы араластырылған болып, жақсы көтеріліп піседі. Осылай жақсылап араластырып, 1-1,5 сағатқа қамырымызды қойып қоямыз. Менің рецептім ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, және де келесіде пиццамдың қалай шыққанын көрсететін боламын. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Пока-пока.